Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 2-ші сынып математика пәні 118-ші сабақ өзіңді тексер. 1-ші тапсырма. Есепті шығар. Саяхатшылар әр аймақта 2 күннен болды. Олар 5 аймақта барлығы неше күн болды? Осы есепке 2 кері есеп құрастыр және оларды шығар. Есептің шарты: әр аймақта 2 күн болды. Аймақ саны 5. Күн санын анықтау керек. Оны анықтау үшін 5 аймақты 2 күнге көбейтеміз. 5 көбейту 2 тең 10 болады. Жауабы: 5 аймақта 10 күн болды. Кері есеп құрастырамыз. 5 аймақта 10 күн болды. Әр аймақта неше күн болды? Оны анықтау үшін 10-ды 5-ке бөлеміз. Тең 2 болады. Жауабы: әр аймақта 2 күн болды. 2-ші кері есеп: әр аймақта 2 күн болды. Барлығы 10 күн. Аймақ санын анықтау керек. Оны анықтау үшін 10-ды 2-ге бөлеміз. Тең 5 болады. Жауабы: олар 5 аймақта болды. 2-ші тапсырма. Есепті шығар. Саяхатшылар барлық аймақта 10 күн болды. Бұл Алматыда болған күннен 5 есе артық. Саяхатшылар Алматыда неше күн болды? Оны анықтау үшін 10-ды 5-ке бөлеміз. Тең 2 болады. Жауабы: саяхатшылар Алматыда 2 күн болды. 3-ші тапсырма. Есепті шығар. Саяхатшылар еліміздің астанасында 2 күн, ал басқа аймақтарда 10 күн болды. Саяхатшылардың ел астанасында болған күндерінің саны басқа аймақтарда болған күндерінің санынан қанша кем? Оны анықтау үшін 10-нан 2-ні азайтамыз. 10 азайту 2 тең 8 болады. Жауабы: 8 күн кем болды. 4-ші тапсырма. Есепті шығар. Дәптердің бағасы 24 теңге, ал шардың бағасы одан 16 теңге кем. Дәптер шардан неше есе қымбат? Ең алдымен шардың бағасын анықтаймыз. Ол дәптерден 16 теңге кем. 24-тен 16-ны кемітеміз. Тең 8 болады. Бұл шардың бағасы. Енді дәптердің бағасы шардан неше есе қымбат екенін анықтау үшін 24-ті 8-ге бөлеміз. Тең 3 болады. Жауабы: дәптер шардан 3 есе қымбат. 5-ші тапсырма. Қысқаша жазба бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Бізге есептің қысқаша жазбасы берілген, осы бойынша есеп құрастырамыз. Хайуанаттар бағында 3 қоян және одан 2-і артық түлкі бар. Қоян мен түлкі қанша болса, сонша тиын бар. Хайуанаттар бағында неше тиын бар? Ең алдымен түлкінің санын анықтаймыз. Ол үшін қоянның санына 2-ні қосамыз. 3 қосу 2 тең 5 болады. Бұл түлкінің саны. Енді тиынды анықтау үшін қоян мен түлкінің санын қосамыз. Қоян 3, түлкі 5. Екеуін қосқанда 8 болады. Жауабы: хайуанаттар бағында 8 тиын бар. 6-шы тапсырма. Есепті шығар. Хайуанаттар бағында 5 түлкі және одан 2-і кем аю және түлкі мен аю қанша болса, сонша тиын бар. Хайуанаттар бағында неше тиын бар? Есептің шартын жазып алдық. Ең алдымен аюдың санын анықтаймыз. Оны анықтау үшін 5-тен 2-ні азайтамыз. 5 азайту 2 тең 3 болады. Бұл аюдың саны.
Енді тиынды анықтау үшін түлкі мен аюдың санын қосамыз. Түлкінің саны 5, оған 3 аюды қосамыз. 5 қосу 3 тең 8. Жауабы: хайуанаттар бағында 8 тиын бар. 7-ші тапсырма. Сурет бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Суретте картоп және жемістер берілген. Картоптың салмағы 31 килограмм, жемістердің салмағы белгісіз, бірақ картоптан 18 килограммға кем. Ал барлығы неше килограмм? Соны анықтау керек. Сурет бойынша есептің шартын құрып аламыз. Картоп 31 килограмм, жемістер белгісіз, картоптан 18 килограммға кем. Барлығы неше килограмм? Ең алдымен жемістерді анықтаймыз. Ол үшін картоптың салмағын 18-ге кемітеміз. 31 азайту 18 тең 13 болады. Бұл жемістердің салмағы. Барлығын анықтау үшін картоп пен жемістерді қосамыз. Картоп 31 килограмм, оған 13 килограммды қосамыз. 31 қосу 13 тең 44 болады. Жауабы: барлығы 44 килограмм. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.